Бүгін 16 шілде 2025 жыл. Мен Эльмира Шебер ауылы атты үй музейімнен Маян атам мен Зеркүл апамның қолданған заттарын топтастырып, өздеріне арнап бір бұрыш ашпақшымын. Бірінші түсіретінім мынау стол, қызыл стол. Бұл столдың ені 66, ұзындығы 120, биіктігі 70. Аяғы өрнектеліп ойылған, бояу түсі қызыл, материалы ағаш, суырмасы жоғалған. Бұл столды мен үлкен ағам Абдулладан алдым. Мына сервант. Бұл сервантты да мен қара шаңырақта отырған үлкен ағам Абдулладан 2011 жылы алдым. Мен алған кезде бұның түсі көкке боялған еді, бірақ бастапқы түсі осындай болған. Серванттың мынау үстіңгі есігіндегі әйнектер түсіп қалған. Есігінің асты жағында фанер болған. Ол фанерлерді мен әлі өңдеп орнына қоямын. Ол фанер осындай болды. Мынандай жерлерінде өрнектері бар. Сыртында мынандай орындары тұр. Ол орындарына мынау бөлшектер өрнектеліп ойылған ағаштар орнына тұрады. Мына екінші есігінікі. Осының бәрін орнына келтіремін деген мақсатым бар. Бұл серванттың ені 114, биіктігі 144, ал тереңдігі 40 сантиметр. Өте аласа сервант. Маян ата мен Зеркүл апаның келесі жиһазы мына шифонер. Бұл шифонер менің інім Ермекте болған. Ермек інім 2019 жылы қайтыс болғаннан кейін келінім Шынар бұл шифонерді маған берді. Шифонердің ені 148, биіктігі 173, қалыңдығы 59 сантиметр. Екінші жағында мынандай сөрелерден тұрады. Киім бүктеуге арналған. Астыңғы жағында тартпасы бар. Кілті болған, ол жоғалған. Тұтқасын інім кейіннен салған болу керек. Одан кейінгі Зеркүл апамның мүлігі мынау тігін аяқ машинасы. Бұны мен екінші әпкем Гүлсім әпкемнен алдым. Тігін машинасы жабық тұрған кезде ені 56 сантиметр болады, биіктігі 77 сантиметр, қалыңдығы 42 сантиметр. Ал ашқан кездегі ені 114 сантиметр болады. Бұл аяқ машинені жақыннан қарасақ, міне осындай. Қай жылы шыққан екенін зерттеп білу керек. Мына жерге сол апам бар кезде мынандай ине шаншығанға тікіп қойған. Мынандай белгісі бар. Аяқ машина, андай ремень. Міне мынандай ине жіп салатын тартпалары бар. Әлі жұмыс істейді. Келесі мүлік мынау айна. Айнаның рамасы, айнаның өзі жоғалған. Осындай айна, әдемі көркемделген. Оның бетінде мынандай ою өрнектері бар. Бірақ бұл ою өрнектердің барлығы түгел ұсақ, майда ұсақ айналардан жапсырылып өрнектелген. Бірақ ол айнаның бәрі түсіп қалғанда, анау орнына айнаның жапсырғандағы желімнің орындары қалып қалған. Енді осы орнына қарап, осының бәрін қалпына келтіру керек. Майда ұсақ айналарды кесіп, жапсырып, өзінің қалпына келтіру керек. Содан кейін мына жерде айнаға мынандай сурет салынған. Бұл айна менің есімде. Осы мынау қызыл стол екі терезенің ортасында тұратында, сол екі терезенің ортасында қабырғаға осы айна ілулі тұратын. Сәл көлбеуленіп білінетін. Сосын бұның жоғарғы жағына ақ вафельный сүлгінің етек жақтарына кестеленген сондай сүлгіні іліп қоятын. Келесі мүлік сандық. Ені 102 сантиметр, биіктігі 48 сантиметр, қалыңдығы 51 сантиметр. Беті мынандай темірмен қапталған, осылай өрнектелген және түрлі түсті бояумен бояп сәнделген. Және аузында осындай кілті бар.
Құттанады. Міне мынандай портрет бар. Бұл портретте Орал әжеміз бейнеленген. Бұл Маян атамыздың анасы. Портреттің көлемі 21-27. Бұл портретте Маян атамыз бейнеленген. Бұл портреттің көлемі 20-26,5. Бұл портретте біздің Зеркүл апа бейнеленген. Алдын алып отырғаны менің үлкен әпкем Жамалдың тұңғыш баласы Жеңіс. Бұл портреттің өлшемі 23,5-29,5. Жан-жағы темірмен жиектелген. Және одан бөлек мынандай топсалар бар. Бұл топсаларда өте ескі топсалар. Мынау есіктің ілгегі. Бұның бәрі Маян атам мен Зеркүл апаның кезіндегі есіктеріндегі қолданған бұйымдар. Одан бөлек мынандай қыжым құрақ. Бұл да Зеркүл апаның жүзінде құраған құрағы. Әбден тозығы жетіп, осындай бір кішкентай бөлігі қалған. Мен соны естелікке алып жүрмін. Алла қаласа бұл құрақты да осыған ұқсас қып көшірмесін жасаймын. Материалы таза қыжым. Көлемі 41-46. Шкатулка. Бұл шкатулка Маян ата бар кезден бар. Маян атаға менің әкем Жақсыбек Есентөкей санаториясында демалған кезде сол жақтан Маян атаға әкеп берген екен. Өлшемі ені 13,5-да, ұзындығы 24 см, биіктігі 8 см. Міне бетіне майлы бояумен табиғаттың суреті салынған. Жан-жақтары мынандай қып ойылған материалы ағаш. Кезінде артельде жасалған бұйым екен. Мынау кеңес өкіметіндегі ақшалар 25 сомнан бастап 10 сом, 5 сом, 3 сом, 1 сом, 61 жылғы ақшалар. Маян атамыз бен Зеркүл апамыз осындай ақшаларды қолданған. Бұл ақшаларды бізде қолдандық. Мына апам мен атамның кезінде қолданған тиындар. Мынау 1 сом, 64 жылғы 1 сом. Мынау 70 жылғы 1 сом. Мынау алды, мынау арты. Мынау 20 тиын, 15 тиын, 10 тиын, 5 тиын, 3 тиын, 2 тиын, 1 тиын. Осындай тиындар. Тиындарды мынандай қағаз ақшалардың бәрін осы шкатулканың ішіне сап қоямыз. Одан бөлек мынандай облигация бар. 50 сомға арналған 53 жылғы. Арты осындай, алды осындай облигациясы. Бұл да осы шкатулканың ішінде. Маян ата Ұлы Отан соғысына қатысқан, жарадар болып келген, бірақ алған орден медальдарының бәрі жоғалған. Ұлы Отан соғысының жеңісіне 20 жыл толған уақытында болған кісі. Сондықтан да мен мынандай медальді тауып салып қойдым. Міне одан бөлек мынандай шуба. Кезінде Қытайдың Дружба компаниясынан шыққан. Мынандай кезіндегі атақты мынандай этикеткасы бар. Дружба деген. Өте сапалы. Бұл Зеркүл апаның шубасы. Бұны Зеркүл апа қайтыс болған кезде Жамал әпкеге берген, үлкен әпкеме. Ол әпкем өзінің көзі тірісінде маған берген. Сен ки деп. Содан мен бұны етегін қысқартып, полу шубка қылып жасап киемін деп жүрдім да, соны мен киген жоқпын. Енді қазір менің мұражайымда тұр. Осындай шуба. Одан қала берсе, мына жерде атамның терезеге қойған решеткалары бар, темірден қолдан иіп жасаған. Мына киіз үйдің керегесі сияқты қып, міне осындай терезелерге решеткалар қойған. Барлығы Маян атамның кезіндегі жасалған решеткалар. Бұлар да менің мұражайымда тұр. Екеуі жоғалып кетті. Мұражайымда 4-еуі бар. Маян атам өте шебер кісі болған, етікші болған. Міне сол Маян атамның кезіндегі өзінің қолданған мынандай мәсі, етік мәсі, шегелеме мәсі тіккен. Солардың үлгілері мынау. Мынау 3-ші өлшемдегі мәсі. Міне оның бүкіл нелері бар. Мындай үлгілері. Мынау 5-ші өлшемдегі мәсі. Өте қатты картоннан осындай үлгілерін жасап қойған. Бұл Маян атамның өнері. Кейін мен әкем ұстанды. Міне
Мына осындай үлгілері, мынау 8-ші өлшемдегі мәсі, мынау 9-ші өлшемдегі мәсі. Міне мәсінің барлық үлгілері. Мынау табаны, міне 10-ші өлшемінде табаны бар екен. Бұл Маян атамның өз қолмен жасаған үлгілері. Мүмкін Маян атаның әкесі Жантайда осындай шебер кісі болды ма екен, оны анық білмеймін. Ал мынау аттың жабуы дейді. Жабуының үлгісі. Бұны да менің мынау осы аттың үстіне жабатын жабуы, мынау соның үлгісі. Осылай бүктеліп сақталған. Бұның бәрін мен мұражайымда сақтап жатырмын. Осындай үлгілер. Мына жерін бәрін қатайтып. Бұл үлгілерінің барлығын Маян атамыз өзінің баласы Жақсыбекке қалдырған. Бек әкеміз де өнерлі кісі болған. Ол көбінесе етікпен айналысты, мәсі тікті. Шегелеме мәсі, сықырлауық мәсі, әйелдердің ер адамдарға мәсі тікті. Енді бұл үлгілерінің барлығын атамыз өзінің баласына қалдырған. Әкеміз қайтыс болғаннан кейін бұл үлгінің барлығын інім Ермек ұстанған және Убайдулла ағам сақтаған. Мынау осы үлгінің барлығын маған Убайдулла ағам берді. Бұл ескі үлгілерін бәрін Маян атаның өзінің кезіндегі үлгілері деп сол Убайдулла ағам айтты. Және одан да бөлек үлгілер бар. Ол үлгілерді мен әкем өзі жасаған үлгілер. Ол өзінің дерсагында. Оны әкемнің бұрышын жасаған кезде көрсетемін. Мына одан бөлек Серкүл апамның кезінде қолданған легені, қайын жұртында бұны табақ дейді. Ал мен төркінде леген дейді. Осындай үлкен леген. Бұл легеннің диаметрі 40 сантиметр екен. Одан бөлек мынандай леген болды. Бұның диаметрі 19,5 екен. Қоңыр легенді мен інім Қайраттан алдым. Ал мынау жас легенді атамның інісі Серікбайдың қызы Аманкүл әпкеміз берді. Одан бөлек апамда осындай үлкен шайнек болған. Бірақ оның түсі көк етін. Осындай шайнек апамда болып еді ғой деп мен мына шайнекті сатып алдым. Бірақ бұл 5 литрлік екен. Менің апамда бұдан да үлкендеу болған. Соған қарағанда ол 7 литрлік болуы мүмкін. Және ар жағындағы патностар кезінде айт болған кезде Зеркүл апамыз дастарханда осындай патностарға жасайтын. Шүберек дастархан төсеп, тәтті құттының бәрін осындай патностарға салатын. Содан апамда болған еді ғой деп, мына патностарды мен өзім сатып алып қойдым. Және мына серванттың ішіндегі ыдыстардың барлығы сол кеңес үкіметіндегі ыдыстар. Бұл ыдыстарды менің апамда бар еді ғой, қолданған еді ғой деп өзім шетінен жинап жатырмын. Сөйтіп осы серванттың ішіне қойып жатырмын. Мына құмғанды да осы апамдарда осындай құмған болушы еді ғой, намаз оқығанда дәрет алушы еді деп өзім сатып алып келіп қойып жатырмын. Анау құмған ол біздің Манат шешенің құмғаны. Өмірзақ мен Манат шеше, Серікбай көкелерімнің заттарын бөлек видео түсіремін. Міне бұл шкатулка осы серванттың үстінде тұратын. Серванттың үстіне қойдым.